Біз біргеміз волонтерлардың ұранын мақсат еткен қаскелеңдік Мадина Кішкентаева ерікті жан ретінде өз үлесін қосуда. Биыл онлайн тігіншілік курсын бітірген соң қазір барлық тапсырыстарын сүріп қойып, бір реттік медициналық маска тігумен айналысып отыр екен. Мадина бетперде тігу кезінде дәрігер анасының тәжірибесіне сүйенген. Матаны Алматыдағы дәріханадан арнайы алдыртқан. Ол тігуді бастамас бұрын жұмыс орнын, пайдаланатын құралдарын спиртпен сүртіп, дезинфекциялап алады. Осы игі ісіме қолдау білдірген Қарасай ауданының жастар ресурстық орталығының қыздары және сонымен қатар еріктілер осы ісімді жүзеге асыруға көмектесті. Сонымен қатар алғысымды айтып кететін осы ресурстық орталығының жетекшісі Балажанова Айжанға алғысым шексіз. Біздің кейіпкеріміз аудандағы әлеуметтік жағдай төмен көпбалалы отбасылар мен қарттарға 200-ге жуық тегін маска тігіп таратқан. Ал аудандық жастар ресурстық орталығы еріктілермен бірігіп өз ақшаларына осы тігіншіге 300 дана бетпердеге тапсырыс беріп қана қоймай, белсенділіктерін білдіріп, бетперде тігуге де көмектерін көрсеткен. Енді сол бетперделер төтенше жағдай кезінде ел денсаулығын күзетіп жүрген мамандық иелеріне тегін үлестірілетін болады.